кеш құрметті көрермен, эфирде Сатпаев телеарнасының жаңалықтар қызметі, студияда Алтынгүл Машкенқызы. Бүгін хабарымызда. Сатпаев қаласы әкімдігі жанындағы жастар істер жөнінде қалалық кеңестің отырысы өтті. Қала прокурорының қатысуымен сот орындаушылар ғимаратында отырыс ұйымдастырылды. Әлихан Бөкейхановтың 150 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтпек. Қазақстанда донорлыққа кезекке тұрған адамдардың саны 3,5 миллионнан асады. Кеше қала әкімдігінің кіші залында өткен жастар істер жөнінде қалалық кеңестің отырысында жастарды жұмыспен қамту, олардың спортпен айналысуына жағдай жасауға қатысты бірқатар мәселелер қаралып талқыға салынды. Қала әкімі Асқар Абылайұлының жетекшілігімен өткен жиынның күн тәртібінде қаралған сұрақтар бойынша толығырақ келесі бейнематериалда. Сатпаев қаласы әкімдігі жанындағы жастар істер жөнінде қалалық кеңестің отырысында күн тәртібінде 2 сұрақ қаралды. Біріншісі жастарды жұмыспен қамту және әлеуметтік көмек көрсету болса, екінші сұрақ қаламыздағы дене шынықтыру және спорт бөлімінің Сатпаев жастарын спортқа баулу бағытындағы қызмет туралы болды. Күн тәртібіндегі алғашқы сұрақ бойынша жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Бауыржан Әпеков баяндамасын жасап, бүгінгі таңда жұмысқа орналасу бойынша орталыққа тіркелген азаматтар бойынша ақпаратын мәлім етті. Оның айтуынша жыл басынан бері жұмыссыз жүрген 1091 азамат есепке алынса, оның ішінде 731 жұмысқа орналастырылған, ал 75 жас азаматтар қайта даярлаудан өткізілуде. Сондай-ақ 356 адам қоғамдық жұмыстарға тартылса, әлеуметтік жұмыс орындарына 30 және де жастар тәжірибесіне 69 жас тіркелген екен. Ал әлеуметтік көмек сұрай келген 235 жас отбасының 82-сіне жұмыс берілген. Сондай-ақ кейбірі өрлеу жобасына қосылып, өз кәсіптерін дөңгелетіп отырғандарда баршылық екендігін Бауыржан Талғатұлы атап кетті. Бұл көрсеткіштерді мұқият тыңдаған қала әкімі өзінің жақсы деген бағасын берсе, алайда қала басшысын толғандырған мәселе діни бағыттағы жастардың жұмысқа орналасуы болды. Бұл жайында қандай жұмыстар атқарылып жатқандығын сұраған қала басшысы Асқар Ыдырысов өзіне жұмыс таппай жүрген діни бағыттағы жас ананың өтініш білдіргенін айтып өтті. Деректерге сүйенсек, бұл жас келіншектің күйеуі сотталып кеткен. Бүгінгі таңда отбасын асырайтын өз ғана болғандықтан жұмысқа орналасу мәселесі қиынға соққанын алға тартып өтініш білдірген екен. Күн тәртібінде қаралған келесі сұрақ бойынша дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Зухраб Даумбаев өз ақпаратын жеткізді. Бүгінгі таңда қаламызда 3 спорттық мекеме жұмыс жасайды. Атап айтар болсақ, Олимпиадалық резервтегі балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі, спорттық сауықтыру кешені және мәдени сауықтыру спорт орталығы. Жалпы есептеулер бойынша балалар мен жасөспірімдер спорт мектебіне 823 бала келіп жүрсе, сауықтыру спорт кешеніне 12 спорт түрінен 820, ал мәдени сауықтыру спорт орталығына 870 бала тартылып түрлі спорт түрлерімен айналысады. Сондай-ақ қаламыздағы 16 мектепте оқушылармен қатар педагогтардың да спортпен айналысуына арналған 18 спорт залдарда өз қызметін ұсынуда екендігін тілге тиек етті. Отырыс барысында аталған сұрақ бойынша қалалық мәслихаттың хатшысы Татьяна Хмелярчук өзінің және қалалық депутаттардың, құқық қорғау органдары өкілдерінің қатысуымен өткен рейдтік шарада тек қана 27-ші мектеп жертөлесіндегі Барыс аула клубының жұмыс жасайтындығын көргендігін атап кетіп, қалған аула клубтардың тек қана қағаз жүзінде жұмыс істеп тұрғандығын тілге тиек етті. Жастардың спортпен айналысуына толыққанды жағдай қағаз жүзінде емес, іс жүзінде іске асырылуы керектігі ескертілді. Осындай кемшіліктер айтылған отырыс соңында қала басшысы барлық мекеме басшыларына жастар арасында салауатты өмір салтын ұстануға жағдай жасауға және де бұл белсенділікті өздерінен бастауға кеңес берді. Кеше сот орындаушылар ғимаратында алимент төлеуден қашып жүрген кейбір азаматтардың қатысуымен отырыс өткізілді. Оған қала прокуроры мен жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшылары қатысты. Соңғы кезде алимент төлемей өз жанұяларынан қашып жүрген адамдардың саны көбейіп кетті десек артық айтқандық емес. Не деген безбүйрек әке десеңізші, бірақ қазір ештемеге таңғалмайтын болдық. Кеше сот орындаушылар ғимаратында Сатпаев қаласының прокуратурасының прокурорымен бірге жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі басшысының қатысуымен өткен отырысқа алимент төлеуден қашып жүрген борышкер әкелер де шақыртылды. Бірнеше борышкер әкелер шақырылғанымен арнайы ұйымдастырылған отырысқа қаламыздан 2 азамат қана келген екен. Поэтому мы здесь вас собрали, потому что есть определенная задолженность по алименту. Қазір біздің қалада өте көп қарызы бар алименттен қашып жүрген азаматтарға шара қолдану мәселесіне байланысты акция ұйымдастырылды. Оның мақсаты жұмыссыз жүрген осы сынды азаматтарды жұмысқа орналастыру үшін бүгінгі отырысқа жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар ісі жөніндегі бастығы шақырылды.
Аталмыш басқосуда екі азаматқа бұл өткізілген отырыстың мақсаты түсіндірілді, және де егер де ары қарай ешқандай жұмыс іздемей, өз жауапкершілігін сезінбей алимент төлеуден бас тартатын болса, әкімшілік жауапқа тартылатыны ескертілді. Отырыс барысында отырысқа келген екі азамат жұмыспен қамту орталығына жұмысқа орналасу бойынша өз өтініштерін қалдырып, алдағы уақытта балалар алдындағы қарыздарын төлеуге уәде берді. Бүгінгі таңда сот орындаушылар тарапынан алиментті өндіріп алу бойынша түрлі акциялар ұйымдастырылып, аталған акция аясында халық көп шоғырланатын орындарда алименттерін төлеуден қашып жүрген әкелердің суреті мен аты жөні жазылған жарнамалық плакаттар және аудио жазбалар дайындалып, дыбысталуда. Ұйымдастырушылардың айтуынша, осындай акция арқылы балалар алдында қарызын төлемей қашып жүрген борышкер әкелер өз жауапкершілігін сезінеді деген ойда. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Алихан Бөкейхановтың 150 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде аталып өтпек. Осыған орай кеше Абай атындағы номер 4 мектеп-лицейінде орталық кітапхана ұжымының ұйымдастыруымен оқырман конференциясы ұйымдастырылды. Толығырақ әріптесім жалғастырады. Биылғы 2016 жыл Алаш қозғалысының жетекшісі, қоғам қайраткері, көсем сөзші Алихан Бөкейхановтың 150 жылдығы. Бүкіл әлемдік дара тұлға деп танылған Алаш қайраткерінің мерейтойы ЮНЕСКО көлемінде, яғни бүкіл әлем бойынша тойланатын болды. Бұл туралы ЮНЕСКОның 18 қарашада Парижде аяқталған бас конференциясының 38 сессиясында жария етілген болатын. Кеше атаулы датаға орай қалалық орталықтандырылған кітапхана ұжымының ұйымдастыруымен номер 4 мектеп-лицейінде 11 сынып оқушылары арасында Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойы мен Алаш көсемі Алихан Бөкейхановтың 150 жылдығына арналған тәуелсіздік жаршысы атты оқырман конференциясы өтті. Көрнекті қоғам қайраткері, қазақ тарихының тұңғыш Алаш партиясының ұйымдастырушысы, қазақтың біртуар азаматы Алихан Бөкейхановтың туғанына 150 жыл толуына орай тәуелсіздік жаршысы атты оқырмандар конференциясы өткізілейін деп отыр. Конференцияның мақсаты жас оқырмандарға оның өмірі, атқарған қызметі жайлы әңгімелеп, отансүйгіштікке тәрбиелеу. Бүгінгі күні ұлт ардақтысы аңсап армандаған тәуелсіздікке жеткен біздерге, әсіресе жас ұрпаққа осы сезім, осы сүйіспеншілік ауадай қажет. Елін сүйген азамат қана қазақ елін мәңгілік ел жасай алады. Әрбір қандасымыздың бойында мен қазақпын, менің отаным Қазақстан деген мақтаныш кернеп тұрса, жетпейтін биігіміз, алмайтын асуымыз болмайды демекпін. Аталмыш шараны ашып жүргізген кітапхана библиографы Айнаш Түсіпова оқушыларға шараның мақсат міндеттерімен таныстырып өтіп, Алихан Бөкейхановтың өмір баянына толығырақ тоқталып өтті. Жалпы қазақ көсемі арғы тегі Шыңғыс ханның үлкен ұлы, жошыдан тарайтын Алихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханов 1866 жылы наурыздың 5 жұлдызында бұрынғы Семей облысы Қарқаралы уезінде Тоқырауын болысының 7-ші ауылында дүниеге келген. Алихан Бөкейханов өзінің бар саналы ғұмырын қазақ халқының азаттығы мен дамуына арнаған. Ол Алаш ұлт-азаттық қозғалысының басшылығына келіп, ұлттық мемлекетті қайта жаңғырту қажеттілігі идеясының негізін қалап, мақсатқа жету жолдары мен негізгі міндеттерді айқындады. Алихан Бөкейханов кезінде қазақтың ұлт ретінде сақталып қалуын, оның ары қарай дамуы мен гүлденуін қамтамасыз ету мақсатындағы іс-әрекеттері ұлттық тарих шежіресіне алтын әріптермен жазылғандығын айтқан кітапханашы бұл Алаш қозғалысы мен оның көшбасшысының ұлт тарихындағы рөлін айқындайтындығын тілге тиек етті. Сонымен қатар конференция барысында Алаш ұлт-азаттық қозғалысы мұрасын тарату мен қалың көпшілікке дәріптеуге бағытталған баяндамалар оқылып, еліміздің тәуелсіздік алуына өлшеусіз үлес қосқан қозғалыс көшбасшыларының ерен еңбектері сөз болды. Алихан Бөкейханов хан тұқымынан тараған ақсүйек, ол атақты Көкжал Барақтың ұрпағы, үлкен атасы Бөкей Барақ сұлтанның ұлы, одан Батыр сұлтан, одан Мырзатай, одан Нұрмұхамед туады. Алихан ерте есейеді. Ол ең алдымен қазақ халқының атақты ақын жырауларының рухты жырларымен, эпостарымен сусындады. Ұлт-азаттық қозғалысының дәстүрлері негізіне тәрбиеленді. Сондай-ақ конференция соңында Алаш қозғалысы туралы деректі фильм көрсетіліп, Алихан Бөкейханов шығармашылығымен өмір жолы туралы бейнефильм оқушылар назарына ұсынылды. Статистикаға жүгінсек, қазір Қазақстанда донорлыққа кезекке тұрған адамдардың саны 3,5 миллионнан асады. Соның ішінде сұранысқа басым көпшілігі бүйректің донорлығы. Қазақстанда 3400-ден астам адам ағзаны ауыстырып салуға мұқтаж. Олардың арасында бүйрек пен бауырды күтіп жатқан науқастар көп. Жүрек пен өкпеге зәру жандар да бар. Науқастардың 30-50% кезек келем дегенше бақилық болады. Көп жағдайда науқастардың туыстары донор болып жатады.
Алайда 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап жаңа ереже енгізілмек. Соған сәйкес кез келген азамат өзінің ағзаларын өлгеннен кейін пайдалануға мұраға қалдыра алады. Дегенмен Қазақстанда адам органы саудасына тыйым салынғанына қарамастан, қазірдің өзінде интернеттегі арнайы сайттардың ірі сомаға бір бүйрегін, бауырының бір бөлігін беруге дайын адамдарды табуға болады. Қазір кезде біздің отандық дәрігерлер трансплантация оталарын әжептәуір деңгейде өткізіп жатыр. Бірақ соған қарамастан донорлық саны азаяр емес. Бұл мәселемен кезекте тұрған адамдар жаңа заңның аясында кезек саны азаюымен қатар өлім саны да төмендейді деп ойлайды. Ал бұл мәселе жөнінде қала тұрғындарының ойы қандай? Әрине, бұл заңға мен келісемін, себебі адам өміріне пайдасын тигізіп жатса, әрине қолдауға болады. Негізінде бір адамның донор болуға келісуі жаны қиналған 7 ауруды сырқатынан айықтыруға жеткілікті екен. Бірақ қайтыс болған туыстарының ағзаларын беруге, немесе көзі тірісінде дене мүшелерін өзге сырқаттарға аманаттап кетуге біздің қоғам даяр емес. Ал ақша үшін өз ағзаларын саудалап жатқандарда кейін кезде көптеп кездесуде. Алайда бұндай жағдай заң жүзінде де, дінімізде де рұқсат етілмеген. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Алда орай мәліметі және орыс тіліндегі жаңалықтарымыз мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Амандықта жүздескенше.